Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай керемет, оп-оңай, қарапайым пеште балық дайындайтын боламыз. Міндетті түрде көріңіздер. Бізге керекті заттар: картоп, сәбіз, пияз, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ, тұз, қара бұрыш және де бір ас қасық майонез, бір ас қасық кетчуп керек. Балықтың тікені дейміз, қылтығы дейміз, майда болады ғой. Сол себепті осылай пешке пісірсеңіздер, жеуге ыңғайлы, оңай болады, буға піскен нәрсе. Енді барлығын осылай турап дайындап аламыз. Орташа бөлікке бөліп, осылай картоптарымызды, сәбіздерімізді барлығын тураймыз. Мен тек әдемі көріну үшін осылай турап жатырмын. Пышақпен де турасаңыздар да болады. Барлығын осылай дайындап аламыз. Мінекей, сәбізімізді турап болдық. Міне, пиязымызды да дәл тамаққа турағандай етіп, осылай майдалау қылып турап аламыз. Мінекей, тәтті бұрышымызды, қызанағымызды, сарымсақ барлығын тураймыз. Көкөністердің барлығын турап дайындап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып араластырамыз. Өте қарапайым және оңай, жасап көріңіздер. Қызанақтарды ірі қылып турай беріңіздер, себебі ол езіліп кетеді. Сол себепті ірілеу қылып турасаңыздар болады. Тек дәм беру үшін пайдаланамын. Бұл міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Тұз және қара бұрышты салып, мінекей, осылай үстіне жаңағы томат ретінде мен пайдаланып жатырмын. Араластырып дайындап қойдық. Енді балықтың үстіне мен осындай май құйып жатырмын. Кәдімгі күнбағыс майын пайдалана бересіздер. Енді табамыздың астын майладық. Балықтарымызды да орналастырып саламыз үстіне. Енді жаңағы дайындаған көкөністерімізді әр жеріне араластырып, барлығын салып шығамыз. Салып болғаннан кейін осының үстін фольга қағазымен жабамыз және де әр жерінен тесіп, бу шығатындай етіп қоямыз. Қызып тұрған пешке 30-35 минут салып алсаңыздар болады. Тез піседі бізде. Өте қарапайым рецепт, оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мінекей, картопы да, сәбізі де барлығы әдемі болып піскен. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ас болсын. Сіздермен Фариза. Сау болыңыздар.